армысыздар, құрметті пайдаланушылар. Қазақстан Республикасы шексіз кеңістікке, аңғарға, далаға, көлеңкелі ормандарға, көк өзендер мен көлдерге қанаттарын жайған ғажайып, әсем және бостандықты сүйетін ел. Бұл бай тарихы, ежелгі мәдениеті мен қайталанбас табиғаты бар ұлы мемлекет. Қазіргі тәуелсіз Қазақстан кенеттен және бос жерден пайда болған жоқ. Тәуелсіздікке жету жолы ауыр және қиын болды. Көптеген ұрпақтардың еркін мемлекет туралы арманы ақыры орындалды. Независимый Казахстан – великое государство с богатой историей, древней культурой и неповторимой природой. Это молодое, но быстро развивающее государство. С каждым годом развивается культура, экономика нашей страны. В Казахстане единой семьей дружно живут 19 миллионов человек, представителей более 100 национальностей и народностей. Сказочно богаты недры Казахстана. Казахстан является родиной таких выдающихся людей, как Абай Кунанбаев, Жамбыл Жабаев, Ахмет Байтурсынов, Махжан Жумабаев и многие другие. О, Казахстан, любимый сердцу край, здесь не один поэт свой след оставил. Сияние гор воспел Абай, простор степей Акын-Джабул прославил. Здесь реки горные, светлей слезы, цветы и травы солнцем налитые. О них нам прозвенел Курмангазы, плетая струны кюи золотые. Мұхтар Шаханов, 4 ана. Тағдырында тамырсыздық, індеттен қалқала. Мазмұн жоқта мазмұнсыздық шыға келер ортаға. Әр адамда өз анасынан басқада, ғұмырына етер мәңгі астана. Демеп жүрер, жібіп жүрер арқада, болу керек құдіретті 4 ана. Туған жері түп қазығы айбыны, туған тілі мәңгі өнеге айдыны. Жан байлығы, сал дәстүрі тірегі, қадамына шуақ шашар үнемі. Және туған тарихы, еске алуға қаншама ауыр әрі қасіретті болса да. Құдірет жоқ 4 анаға теңгелер, онсыз санаң қаңбаққа ұқсап сенделер. Өзге ананың ұлылығын танымас, 4 анасын менсінбеген пенделер. 4 анадан сенім таба алмаған, тамырсыздың басы қайда қалмаған. 4 анасын сыйламаған халықтың ешқашанда бақ жұлдызы жанбаған. Қасиетті бұл 4 ана тағдырдың тынысы. 4 ана үшін болған күрестердің ұлысы. Табун коней, бегущий по степи, как вольный ветер пронеслись. В горах могущественный барс, сильнейший из зверей у нас. О, Казахстан, ты под палящим солнцем раскинул свой шатер степей и лесов. Чтоб описать их красоту, не хватит всех самых лучших и прекрасных слов. Ты подарил спокойствие всем тем, кто поживает под бескрайней высью. Со всей земли собрал народа ты к себе. Гордимся мы привольной этой жизнью. В твоих степях акыны процветали, здесь возрождалось то, что миру пил. Мы благодарны, что все эти дали ты без остатка людям подарил. Ты для кого-то просто государство, клочок земли на карте, только вот. Для нас ты родина, ты маленькое царство, ты высочайший беркута полет.